Helsinki Watch деген зерттеушілер журналист тобы Қазақстандағы 86 жылғы желтоқсандағы көтеріліс туралы зерттеу жасап, басылым жасаған. ақш-тың басылымы, соны сіздерге аударып беріп жатырмын оңайрау тәсілмен. Бұл 6-шы бөлім. Ресми іс-әрекеттер және жауапкершіліктер реакциясы, шенеуніктердің. Одан соң уақытша шектеулер мен шектеулер жаңалықтарға және саяхаттарға шектеу қойған. Кеңестік, жергілікті және республикалық билік органдары Алматыда төтенше жағдай енгізген жоқ, дейді. Кеңестік, жергілікті және республикалық билік Алматыда төтенше жағдай енгізбепті. Енді қазақстандық заңгер Сәрсенбай Сұлтанов 86 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейін жаңалықтар мен саяхатқа қойылған шектеулерді сипаттады. Толқулар келесі түрде берілген. Оның сипаты бойынша: төтенше жағдай жарияланған жоқ, бірақ журналистердің Қазақстанға келуіне рұқсат етілмеді. Арнайы шаралар болған жоқ. Коменданттық сағат жарияланған жоқ. Қанша уақытты білмесем де, Алматы әуежайы мен темір жолдар біраз уақытқа жабылды. Журналистер келмеген болса, одан соң әуежай, темір жол жабылып қалған болса, шектеу қойылмаған дегені қайсасқаны болды. Келесі қазақ ұлттық көтерілісі. Куәгерлердің бірі қазақстандық заңгер Аманжол Мәлібаев 86 жылғы желтоқсан оқиғасына алғаш рет ашық ұлтшылдық рең берген саяси бюро мүшесі, тәртіпке жауапты коммунистік партия комитетінің төрағасы Михаил Соломенцев екенін айтты. Аманжол Мәлібаевтың айтуынша, желтоқсанға осы ұлттық рең берген ол саяси бюро мүшесі, тәртіпке жауапты коммунистік партия комитетінің төрағасы Михаил Соломенцев екен. Оның айтуынша, Соломенцев Мәскеуден түн ортасында келді. 17 желтоқсанда ол бірінші болып наразылық акцияларын қазақтарының ұлтшылдық көтерілісі деп атады. Сол түні олар орыс жұмысшыларын ұйымдастыра бастады, дейді. 17 желтоқсанда ең алғашқы сол қазақ ұлтшылдығы деген мәселені көтеріп, және де орыс зауыттағы жұмыс істейтін адамдарды тартқан, осындай ұлтшылдық қақтығысты, осындай ұлтшылдық идеяны тудырған, осы іс-әрекетті жасаған Михаил Соломенцев екен, Аманжол Мәлібаевтың айтуы бойынша. Сол түні олар орыс жұмысшыларын ұйымдастыра бастады. Кремльдің Соломенцевті өз эмиссары етіп таңдауы, ол Леонид Брежневпен бірге республикада қызмет еткен кездейсоқ емес, сүйікті кеңестік сөз тіркесі болды. 86 жылы желтоқсан оқиғасын сипаттайтын орталық комитеттің 87 жылғы шілдеде шығарған қаулысы кем дегенде қазақстандық белсенділерге қатысты қорлауды қосу болды. Қазақ ұлтшылдарының көрінісі. Заңгер Сәрсенбай Сұлтанов сияқты кейбір қазақстандық белсенділер бұл қарарға Горбачевтың қатысы болу мүмкін деп есептейді. Шынында да бұл белгінің күшін жою 89 жылғы 86 жылғы желтоқсандағы тәртіпсіздіктерді зерттеуге арналған танымал қозғалыстың негізгі мәселесі болды. 89 жылы қарашада Қазақстан жоғарғы кеңесі бұл белгіні, сондай-ақ 89 жылы 12 желтоқсанда 25 мың адам және 12 бейресми топ қол қойған ірі самиздат үндеуін қабылдамады. 1990 жылы мамырда депутат Шаханов осы мәселеге қатысты халықтық сезімнің күшеюіне назар аударды. Ол сондай-ақ желтоқсан оқиғасына жауапты кеңес шенеуніктері болуы керек деп мәлімдеді. Лауазымдарынан сол шенеуніктер, кеңес одағы желтоқсанға қатысты шенеуніктер лауазымдарынан босансын деген сияқты айтқан ғой. Енді оның айтуы бойынша мұнда болу керек. Жақында 4 адам аштық жариялап, билікті 86 жылы желтоқсанда демонстрацияға шыққандардан ұлтшылдық белгісін алып тастауға мәжбүрлеу үшін аштық жариялады. Ораза ұстаушылар бұл оқиғаларға шынымен жауапты болған шенеуніктердің әлі де жоғары
партиялық лауазымдарда отырғанын атап өтті. Жазалаудан алыс, олар басқа жаққа одан да жоғары лауазымдарға жіберілді депті. Орталық комитеттің бас тартуымен енді ресми жауапкершілік туралы сұрақ және соған жауаптар. 90 жылы 22 мамырда Helsinki Watch депутат Шахановпен кездескенде, ол 21 мамырда орталық комитеттің желтоқсанға белгі қою қателік болғаны туралы қаулы шығарғанын хабарлады. Так, сәл дұрыс емес болып қалды, қайтып түсіндіріп жіберейін. 90 жылы 22 мамырда Helsinki Watch депутат Шахановпен кездескенде, ол орталық комитеттің 21 мамырдағы қаулысымен 86 жылғы желтоқсан оқиғасы қазақ ұлтшылдар көрінісі деп таңбалау қателік болды деп хабарлады. Шаханов бұл біз үшін үлкен жеңістік деп мәлімдеді дейді. Сонда 90 жылы қаулысымен 90 жылдары болу керек. 21 мамырда кездесу болған орталық комитеттің, және олар 86 жылы желтоқсанда оқиға туралы айтқан. Сол кезде желтоқсан оқиғасын 86 жылы қазақ ұлтшылдық көрінісі деген айып тағылған тұғын. Ал енді 90 жылы қазақ ұлтшылдық көрінісі деген ол қателік деген осындай шешім қабылдаған екен. Соны Шаханов бұл біз үшін үлкен жеңіс деп атапты. Қазақстанда 25 мың адам қол қойған 89 жылғы желтоқсандағы самиздат құжатында қауіпті басып жаншу үшін жауапты деп саналатын ұлттық және қазақстандық шенеуніктердің аты жөні мен лауазымы келтірілген. Демонстрация туралы және оқиғалардан кейінгі жаппай қудалаулар мен жазалаулар үшін құжатта былай делінген: бүгін демонстрацияны аяусыз басып жаншуға себепкер болған нақты адамдардың атайтын кез келді. Олар Соломенцев, Коммунистік партия орталық комитеті саяси бюросының бұрынғы мүшесі; Колбин, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бұрынғы бірінші хатшысы; Камалиденов, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бұрынғы хатшысы; генерал-полковник Лобов, орталық Азия әскері округінің бұрынғы қолбасшысы; генерал-полковник Елисов, СССР ішкі істер министрінің бірінші орынбасары; және Князев, Қазақстан Республикасы ішкі істер министрі деп осы адамдарды атапты. Және осы жердегі Қазақстанда жоғарғы шенде отырған адам кім еді? Камалиденовтың алдында алғашқы бірінші екінші бөлімдерде оқылған еді, оны атамай кеткен екен. Осы Шахановтың сөзінде де YouTube'да жүр ғой, осы адамдарды атайды, және де бір-екі адамдарды атамай кетеді. Оқиғалардан кейінгі жаппай қуғын сүргіндер мен жазалауларға жауапты тұлғалар: Елемісов, Қазақстан прокуроры; Айтмұхамбетов, жоғарғы сот төрағасы; Мирошкин, КГБ төрағасы; Досполов, Қазақстан Республикалық әділет министрі екен. Енді осы адамдар атаған. Бұлар болса да өзінен жоғары тұрған адамдардың бұйрығымен іс-әрекет жасады ғой. Бұлар да және бұлардан жоғары тұрған адамдар. Ал бұлардан жоғары тұрған адамдарды сіздер білесіздер, және оларды мұнда атамапты. Ал бұған мәлімет берген зерттеу, осы Helsinki Watch зерттеу жасап, осын басылым жасаған ғой, соған мәлімет толық бермеген болып тұр ғой, енді қарап тұрсаңыздар. Жоғарыда аталған жоғарғы лауазымды тұлғалар бұқаралық ақпарат құралдарында желтоқсан оқиғасының нақты себебі туралы жалған ақпарат таратуды насихаттады. Мұның соңы ұлтаралық шиеленістің нағыз жарылуына әкеліп соқты. Ол қазақ ұлтшылдықтың көрінісі туралы Коммунистік партия оқының белгілі қаулысында көрсетілген қазақ ұлтын айыптаудан көрініс тапты дейді. Осы мәліметтерді оқыдым. Келесі: Қазақстанның 25 мың азаматы қолдаған бұл мәлімдемелер осы жоғарғы лауазымды кеңестік және Қазақстандық үкімет пен партия шенеуніктеріне деген үлкен сенім дағдарысын білдіреді. Белгілі болғандай, бұл шенеуніктердің желтоқсан оқиғасы кезіндегі іс-әрекеттері туралы ешбір партия немесе үкімет тергеуімен бетпе-бет келген емес. Алма-атадағы тәртіпсіздіктер туралы сенімді және жан-жақты ақпараттың жолын кесу ұзаққа созылған сайын халықтың үкімет пен партияға деген сенімі соғұрлым жоғалды дейді. Енді топты басқаруда қандай іс-әрекеттер болды? Желтоқсан оқиғасы және басқа да соңғы кездегі этносаралық қақтығыс жағдайлары анық көрініп тұрғандай, кеңес өкіметі халықты бақылау
әдістерін реформалауы қажет. Демонстрациялар туралы 88 жылғы заң ғана емес, сонымен қатар МВД арнайы бөлімшелер, милициялар және халықты бақылаумен айналысатын басқа да әскери бөлімдерге құқық беретін заңнама қайта өңдеу қажет. Бұл әсіресе 20 бейбіт демонстрант қаза тапқан 89 жылғы сәуірдегі Тбилиси трагедиясынан кейін халықты бақылауға кеңес әскерінің күшейген құлықсыздығына қатысты. Осыған байланысты жергілікті және кеңестік өкімет орындарының көмекші полиция сияқты мүлдем дайындығы жоқ жергілікті жұмыс күшіне қатты сенуі қайта қарауды қажет ететін тәжірибе депті. Енді бұл қандай мәлімет еді? Топты басқару туралы осындай шешім, осындай ұйғарымдар болған екен. Сонда бізді халықты қорғайды және де халықта жаңағы ұрлық, зорлық, зомбылық болмасын деп полицияларды сондай қызмет деп айтатын болсақ, бұл халықты басқару үшін деген сияқты түсінік қалыптастырып мына жерде. Және де бізде әскер бар, ол әскер еліміздің тұтастығын сақтау үшін, елімізге басқа жерден жау келсе, соны сақтау үшін бізге әскер керек дейтін болсақ, олар да халықты басқару үшін керек нәрсе деген сияқты осындай түсінік қалыптастырады екен, политикалық деңгейде. Келесі, жақында болған шектеулер және бейбітшілік ассамблеясы. Жақында болғанда бұл 1990 жылғы басылым ғой, сол жылдардағы 25 мың адам қол қойған және 89 жылғы желтоқсандағы осы баяндамаға қосымша самиздат құжатына сәйкес Қазақстан билігі өткен жылдың қараша айында рұқсат етілмеген тыйым салу туралы қаулы қабылдады. Демонстрациялар, жиналыстар және жиындар кеңес тіліндегі рұқсат етілмеген әдетте 88 жылға сәйкес ауыр рәсімдерді сақтамаған демонстрацияларды білдіреді. Ресми рұқсат алу үшін демонстрациялық заң туралы демонстрациялық рұқсат алу керек, сондай сияқты болған ғой. Енді осы азаматтардың үндеуінен үзінді осы жаңа заң туралы толығырақ. Енді мына жерде аударма сәл дұрыс емес болған шығар. Енді толығырақ оқып беретін болсақ, былай: Қазақстан жоғарғы кеңесінің 89 жылғы 14 қарашадағы республикада социалистік заңдылық пен тәртіпті нығайту жөніндегі шаралар туралы жарлығында рұқсат етілмеген шерулерге, жиналыстар мен жиналыстарға тыйым салатын тармақтар алып тасталсын. Бұл тыйым халықаралық құқыққа да, құқықтық қоғам құруға да қайшы келеді. Егер азаматтардың ақпараты дұрыс болса, Helsinki Watch Қазақстан билігі қоғамдық кездесулерге тыйым салуды алып тастауға шақырады. Қазақстан билігінің Қазақстанда мұндай заң қажет. Осындай көтерілістердің бәріне рұқсат алу туралы нәрсені алып тастасын. Осындай заң қажет деп айтып тұрған болу керек. Заң және тәртіп атымен желтоқсан оқиғасының өкінішті мұрасының бір бөлігі екені анық. Халықаралық құқық пен Хельсинки міндеттемелерін бұзатынын бұл заң республиканың ұзақ мерзімді мүддесіне де қайшы келеді. Азаматтардың өз пікірін білдіру үшін бейбіт жиналу құқығынан бас тарту саяси және әлеуметтік мәселелерді шешуге еш қашан көмектеспейді. Керісінше, бұл тыйымдар оларды ұзартады. Қарап тұрсаңыздар, мынау Хельсинки деген батыс елдерінің дамыған мемлекеттер Қазақстанда ұзақ мерзімді мүддесі, Қазақстанның дамуы, заңнаманың дұрыс болуы, ол азаматтардың өз пікірін білдіру, бейбіт жиналу құқықтары болу. Ал ондай болмаса, бұл тыйымдар Қазақстанның дамуын ұзартып жібереді дейді. Бұл осымен 6-шы бөлім. Келесі бөлімде жалғастырамыз. Және де біз келесі бөлімде Nature of the Violence, зорлық, зомбылық табиғаты, демонстранттармен болған зорлық, зомбылық, және де армия, қарулы күштердің зорлық, зомбылық туралы айтып береміз 7-ші бөлімде.